Сәлем, бүгін сіздермен pronouns деген тақырыпты өтетін боламыз. Pronouns дегеніміз бұл бізде есімдіктер. Яғни есімнің орнына қойылатын сөздер. Мысалы, адамның аты Гаухар болса, Гаухардың орнына мен she деп, ол деп айта аламын. Яғни есімнің орнына қойылатын сөздерді біз есімдіктер деп атаймыз. Есімдіктердің түрлері негізі көп, бірақ мен сіздерге бүгін төрт түрін өтетін боламын. Біріншісі subject pronouns, екіншісі object pronouns, үшіншісі possessive adjectives деп аталынады ағылшын тілінде, бірақ енді бұл как есімдіктерге жатады. Және де possessive pronouns деп аталынады. Қазір айырмашылықтарын түсіндіретін боламын. Біріншісі subject pronouns. Subject pronouns дегеніміз бұл бізде жеке есімдіктер, яғни субъективті есімдіктер. Ең басты адамдар. Мысалы, I деген мен, he, she, it, she де all деп аударылады. He ұлдарға, she қыздарға, заттарға немесе жануарларға it. They олар, you сен, сендер, сіз, сіздер. Төрт мағынасы бар you'дің. We дегеніміз біз. Келесі object pronouns. Object pronouns дегеніміз бұл бізде объективті есімдіктер, объект ретінде тұрады. Субъект деген бұл адам ғой, басты адам, иә. Ал objective pronouns дегеніміз бұл объект ретінде тұрады, зат ретінде тұрады сияқты как будто. Мысалы, me деген маған, мені деп аударады. Мысалы, ол маған келді. Кім главный? Ол маған келді. Маған деп me жазамыз, ол деп he деп айтамыз, иә. Сондықтан бұлар объективті есімдіктер деп аталынады. Me маған, мені. Him, her, it, she де оған, оны деп аударылады. Him ұлдарға, her қыздарға, it заттар мен жануарларға. Them оларды оларға, you сені сендерге, сізді сіздерге, саған, сені деп осылардың барлығы youға жатады. Яғни бізде сыйластық түрі де бар, сыйламайтын түрі де бар, иә. Бізде барлығы бар, сондықтан барлығын айтып шықсаңыз болады. Ең бастысы саған, сені деп аударылады. Аз дегеніміз бізге, бізді деп аударылады. Келесі бізде possessive adjectives. Possessive adjectives. Жалпы possessive дегеніміз бұл бізде тәуелділік деген сөз. Бірдеңені иемденесіз ғой, соны possessive деп аталынады. Adjective дегеніміз бұл анықтауыштар. Как будто анықтауыштың орнында қолданылып тұрған сияқты көрінеді. Ал possessive pronouns дегеніміз бұл кәдімгі тәуелділік есімдіктері деп аталынады. Тәуелділік анықтауыштары, тәуелділік есімдіктері, айырмашылықтар қандай екен? My деген менің деген сөз, ал mine деген менікі деген сөз. His, her, its, she де оның деп аударылады. His, hers, its, оныкі деп аударылады. Мына жерде просто s жалғаймыз. His-ға s жалғанбайды, потому что өзі де s-қа аяқталып тұр. Their олардың, theirs олардікі. Yours сенің, yours сенікі. Our біздің, ours біздікі. Түсінікті ғой, мына жерде әкі дегендер біздің, менің, сенің, мен аяқталады. Енді бұлардың айырмашылықтарын қазір түсіндіремін. Мына жерге келген кезде бірінші мыналарды түсіндіріп алайын. Самый главный аудармаларын жаттап алыңыздар. Енді қараңыздар, мен сіздерге айтып жүрмін. I love you дейді. I love you. Бұл жерде басты есімдік, мына жерде subject pronoun I болып тұр, иә, міне. I love you. Ол бізде subject pronoun. Басты. Мен сені жақсы көремін дейді. Бұл жерде мен деген главный subject pronoun, сені деген бізде object pronoun. I love you. Сонда бізде subject pronounдар көбінесе сөйлемнің басында тұрады, көбінесе. Және де естеріңізде болсын, I деген именно осы subject pronoun, именно I деген pronoun. Сөйлемнің ортасында болсын, қай жерде болса да, басында болсын, всегда бас әріппен жазылады. He, she, they, we бұлар сөйлемнің ортасына келсе, міндетті түрде кіші әріппен жазылады. Басында әрине бас әріппен жазылады, иә. Соны ұмытпаңыздар. Келесі you деген object pronoun, екеуі де you, бірақ мынау сен деп аударылады, мынау саған, сені деп аударылады. Қалай ажыратамыз? Мына object pronoun әрдайым етістіктен кейін тұрады. Естеріңізде болсын. Object pronoun етістіктен кейін тұрады, және де предлогтардан кейін тұрады. Мысалы, мен сенен қорқамын. I'm afraid of, мен олардан қорқамын. I'm afraid of them. Afraid деген қорқу, I'm afraid of them. Мына жерде бізде не тұр? Предлогтан кейін тұр. Object pronounдар тұратын орны всегда етістіктен кейін және предлогтардан кейін. Subject pronounның орны всегда сөйлемнің басында немесе ортасында, и то өтірден кейін жаңағы басында сияқты саналады. Келесі бізде possessive adjective пен possessive pronoun айырмашылығын түсіндірейін. Possessive adjectivтар всегда зат есімнің алдында тұрады. Яғни ол зат есім кімдікі екенін анықтау үшін всегда зат есім алдында тұрады. Мысалы, оның үйі, біздің кілтіміз, олардың ноутбугі деген сияқты. Мына жерде міндетті түрде бір зат есім тұрады. Мысалы, this is my car. Бұл менің машинам. Машина зат есім, соның алдында бізде possessive adjective тұр. This car is mine. Бұл машина менікі.
Possessive пронаундар всегда көбінесе to be-дан кейін тұрады, немесе етістіктен кейін тұрады. То есть to be деген өзі етістік қой, негізі сол етістіктен кейін тұрады, соны ұмытпаңыздар. Сіз айтпайсыз ғой, бұл менікі машина деп айтпайсыз ғой. This is mine car. Бұл менікі машина деп айтпайсыз, сіз бұл менің машинам дейсіз. Ал мына жерде this car is mine. Бұл машина менікі деп тұр. Мына жерде кімдікі екенін айтып тұр, сипаттап тұр. Сондықтан міндетті түрде көбінесе possessive пронаундар қай жерде жүреді екен? To be-дан кейін жүреді. Ал possessive adjectivтар зат есімнің алдында тұрады. Яғни зат есімнің, сол зат есімнің кімдікі екенін айту үшін біз міндетті түрде possessive adjective қоямыз. Және де сіздерге сұрақ, I saw, мен көрдім дейді, итті дейді. I saw your dog бола ма, әлде I saw yours dog бола ма? Мына жерге жауабын комментарийге жазып кетіңіздер. Және де айта кетейін дегенім, English сөйле деген Instagram парақшада, сториста осы әрбір өткен тақырыпқа байланысты тесттер жүргізіледі. Сондықтан Instagram парақшаға міндетті түрде жазылып алыңыздар. Және де келесі тақырып сіздерге қандай түсіндірейін, соны комментарийға да жазып кетсеңіздер болады.